Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге панкейктің рецептімен бөліскелі отырмын. Ол үшін құрамына керекті ванильный сахар, разрыхлитель, барлық құрамын описание қалдырып кетемін. 4 ас қасық қант, және де 1 кесе сүт, 1 жұмыртқа, және де илегіштен өткізілген ұн, және сұйық май. Таза әрі құрғақ ыдысымызға жұмыртқамызды жарып, үстіне 4 ас қасық мөлшермен қантты салып, венчиктің көмегімен араластырып аламыз. Венчиктің көмегімен жақсылап 1-2 минуттай араластырғандарыңыз жөн болады, қант әбден ерігенше. Жұмыртқамызды жақсылап араластырғаннан кейін сүтімізді құямыз. 1 кесе мөлшермен жақсылап араластырамыз. Келесі ванильный сахар қолданамын. Ванильный сахардан үлкен ас қасықтың ұшымен ғана қолдансаңыздар жеткілікті, көп толтырмаңыздар. Өте дәмді әрі тәтті болады панкейктарыңыз. Жақсылап араластырып аламыз венчиктің көмегімен 1-2 минуттай. Келесі сұйық майды толтырмай 2 ас қасық мөлшермен құйып, жақсылап венчиктің көмегімен араластырып аламыз. Келесі 2 ас қасық мөлшерден ұн саламыз, алдын ала илегіштен өткізілген. Одан кейін разрыхлительден 1 шай қасық мөлшермен салсаңыздар болады. Мен көз мөлшермен салдым. Өте дәмді болады. Мен сарғыш түсін алдым разрыхлительдің. Венчиктің көмегімен жақсылап бір араластырып аламыз, қоюланғанша. Одан кейін тағы да үстіне ұн сала отырып, қою массаға болғанша араластырып аламыз. Мінекей қою массамыз дайын болды, панкейкке арналған. Өте дәмді болып шығады, әрі биік болып пісетін болады. Табамызды қыздырып алып, май жағамыз. Менің табам осындай, өзі қара түсті, өзінің фирмадан арнайы осылай жасатылған. Қара күйген деп отпаңыздар. Жоқ, бұл өзінің фирмадағы арнайы табасы. Келесі майымыз қызған кезде 3-ке бөліп, қасықтың көмегімен осылай домалақ қып пісіріп алатын боламыз. Дәл көріп тұрғандарыңыздай, үстінде осындай точкалары көрініп тұр. Өте керемет. Ары қарай келесі аударамыз екінші жағына. Өте керемет дәмді, әрі биік болып шығады, және де осылай тесік пайда болады. Көріп тұрғандарыңыздай, маған қатты ұнады, әрі ванильный сахар қолданғаннан кейін иісі де мүңкіп, керемет дәмді, тез желін қоятын болады. Келесі қалған қою массамызды жалғастырып пісіретін боламыз. Ары қарай осылай дәл видеодағыдай көріп тұрғандарыңыздай. Менің панкейкім сіздерге ұнап жатса, лайк басып, пікір қалдырып, сұрақтарыңыз болса, комментарияға қалдыра кетіңіздер. Мен жауап беретін боламын. Ары қарай подписаться батырмасын басып, тіркеліп алыңыздар. Өте керемет, дәмді әрі пайдалы рецептпен бөлісетін боламын алдағы күндері.
Мінекей панкейкіміз толығымен пісіп шықты. Өте керемет дәмді, иісінен ақ байқауға да болады. Әрі арасы піскен, жұмсақ, көріп тұрғандарыңыздай. Ұнап жатса лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Подписаться батырмасын басып тіркеліп алыңыздар. Назарларыңызға рахмет.